Сондықтан да ауыл партиясы, ауыл әйелдерін қолдау жолында біраз ұсыныстары бар. Оның ішінде ауыл әйелдерінің зейнет жасын қысқарту. Шыны керек. Өздеріңіз білесіздер, ауыл әйелдерінің 55-56 жастан кейін жұмыс істеуге денсаулықтары жоқ. Сондықтан да қалада жүрген әйелдермен ауылда жұмыс істеп жүрген әйелдерді салыстыруға болмайды. Сондықтан да зейнет жасын есептеген кезде ауылдық әйелдерге бөлек градация бойынша қарастыру керек. Екінші ұсыныс, бала тәрбиелеп отырған кезінде әйелдерді қызметкер деп танып, осы мерзімді еңбек өтіліне қосу керек. Сонда, тек сонда ғана әйелдеріміз еш алаңсыз бала тәрбиесіне, үйдің берекесіне, балаларының дамуына көбірек көңіл бөле алатын еді. Қазақ қашанда баланы көп болған жақсы көреді. Бірақ сол үйде отырып, бала туып тәрбиелеп, ұрпақ тәрбиелеп отқан әйелдердің жағдайымыз бүгін жақсартуымыз керек. Бұл біздің борышымыз. Бұдан бөлек ауылдағы әлеуметтік маңызы бар мекемелерде еңбек етіп жүрген әйелдер үшін ауылдық тәртіпті енгізгені дұрыс. Мысалы, қазір ауыл маңдері қала маңдеріне қарағанда көбірек жалақы алады. Себебі олардың қосымша ауылдық коэффициенті бар. Бірақ ауыл тұрғындарының бәрі тұрғаны емес қой. Сондықтан да әлеуметтік салада істеп жүрген қызметкерлерге де ауылдық коэффициент қосылсын. Бұдан бөлек халық болмысы ұлттық идеология деген маңызды мәселелер бар. Оған да әйелдердің қосар үлесі мол. Осы орайда көпбалалы аналарымыздың бейнесі туралы айтқым келеді. Қараңыздаршы, біздің үлкен аналарымыз қандай? Олардың жүздерінен нұр шашып, ал бүгінгі жас көпбалалы аналар осы үлкен кісіге қарап, үлгі алса екен деген ұсыныс бар. Ол үшін де біз бәріміз бірігіп әйелдер қауымы болып жұмыс істеуіміз керек. Ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезов айтқандай, ел боламыз десең, бесігін түзелейді. Оны түзейін десең, алдымен әйелдің қауымы түзелейді. Ауыл әйелдердің жағдайын жақсартуға ауыл партиясы бар күш салады. Қазақта ауылға қарап азаматыңды таны дейді. Сондықтан да ауылдың абыройын көтеру үшін біз бәріміз аянбай күшімізді салуымыз керек. Сондықтан да 19 наурыз күні бәріміз бір адамдай болып ауыл партиясын қолдайық. Гүлденсе ауыл гүлденеміз бәріміз деген тамаша сөз бар. Сондықтан да бұл тұтас елдің болашағы, ал біз оның жарқын болуына бар күшімізді саламыз. Назарларыңызға рахмет.